сөйлемді оқи қой. Ертең балалар мұражайға барады. Бұл сөйлем оқушының жіберген сөйлем екен. Осы сөйлемді талдаймыз деген екен. Оны Альбина талдайын деп жатыр. Ал баяндаушы қайсы? Баяндаушы барады. Барады. Сұрағы қандай болады? Қандай сұрақ қойдық? Не істейді? Не істейді? Барады, дұрыс. Баяндауыш. Баяндауыш арқылы бастауыш табайық. Балалар ертең қайда барады? Баратын кім? Балалар. Балалар. Яғни, ол не болады? Бастауыш. Бастауыш болады. Бір сөзбен жасамыз. Ертең дегенде сұрақ қояды. Ертең қашан? Қашан? Бұл не болады сонда? Қашан деген сұраққа жауап берсе, ол Қашан деген сұраққа жауап берсе, ол не болады? Мезгілді білдіріп тұрса. Мезгіл пысықтауыш болады, иә? Сызамыз. Пысықтауыш сызамыз. Пысықтауыш қалай сызылатын еді? Терең нүкте болады, иә? Мұражайға. Қайда? Бұл не болады? Мұражайға қайда? Қайда десе, бұлдан нені көрсетіп тұр? Пысықтауышты көрсетіп тұр. Дұрыс, мекен пысықтауыш болады. Дәл жаңадай ұқсамыз. Дұрыс. Енді тағы бір сөйлем талдайық. Тағы бір жеңіл сөйлемді алайық. Кез келген сөйлемді құрастыр да жазып көр. Кеше Арман саябаққа барды. Баяндаушын табамыз. Баяндаушы барды. Барды. Сұрақ қандай болады? Не істеді? Дұрыс. Барған кім? Арман. Қашан? Кеше. Қайда барды? Саябаққа. Пысықтауыш. Дәл жаңа бірінші сөйлемің сияқты болып қапты, екеуі бірдей болып тұр. Соның көшірмесі сияқты болып тұр. Мен өзім саған бір кітап беремін, содан бір сөйлем талдап көр. Бір сөйлем талдап көрейік. Әйтпесе тағы да ұқсап қалатын сөйлемдер болып қалуы мүмкін. Міне. Осының ішінен бір сөйлемді алайық, иә? Қысқалау сөйлем болса. Біз әрі қарай жүріп кеттік. Жазайық, иә. Біз әрі қарай жүріп кеттік. Біз әрі қарай жүріп кеттік. Кітапты маған беру ғой. Ал, талдайық. Бірінші баяндауыш табамыз, иә? Кеттік. Сұрақ қандай болады? Не істедік? Не істедік, дұрыс. Кім жүріп кеткен? Олар. Біз, иә? Бастауышы. Ары қарай. Қалай қарай деген сұрақ бар тұғын, е? Иә. Ол ненің сұрағы? Қалай қарай? Нені білдіріп тұр? Бір орынды. Мезгілді, мекенді білдіріп тұр, е? Мекен пысықтауыш, дұрыс. Мекен пысықтауыш. Жүріп деген не болады екен? Жүріп. Не істеп? Ол не болады? Мынау
кеттік дегенмен бірге кетеді ғой екеуі, иә? Жүріп кеттік, не істедік? Жүріп кеттік. Баяндауыш. Баяндауыш болады. Екі сөзден тұрса, онда қандай баяндауыш дейміз? Бір сөзден тұрса, мысалы мына жерде саябаққа барды десе, бұл дара баяндауыш болады. Ал екі сөзден тұрса, күрделі баяндауыш дейміз. Жақсы.